Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Дима кезет. Бүгін біз Майнкрафттан, бүгінгі видеода достар сіздерге бір өте керемет бір машина модына, обзор жасайтын боламыз. Егер сіздерге осы видео ұнаса, лайктарыңызды аямай басып және каналға обязательно тіркеліп кетіңіздер. Мен өзге модқа обзорда түсіре беретін боламын. Сіздерге бұл мод точно ұнайды деген ойдамын. Ал біз онда видеоға кеттік. Болды міне достар. Бұл нені модты жазған кезде, бітеміз. Жазған кезде, атпашты достар, бұл модтың ссылкасы описанияда болады. Кіріп жазып алсаңыздар болады. Кіреміз достар, жұмыртқан арасына бір бассақ, ең соңына қарсақ, неше түрлі машиналардың белгілері тұрады. Біз және соның барлығын алатын боламыз. Өте керемет бұл машиналардың барлығы достар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Так, енді бүйтіп қойықта жаңағын жетпеғаны досын ала салайық. Бірінші машинадан кеттік онда. Бірінші машина, бізде қандай машина екен білмеймін достар, бірақ бұлар әртүрлі түсте болады. Андай бар еді, ол жоғы деймін. Міне достар. Шығатсақ, ағы және осындай қара қызылы болады. Маған көбінесе мұнау машина ұнайды, өте керемет, бұған отыруға болады достар. Естіп байдасақ та болады, өте күш жасалған, ішін бәрі скоростар, рөл қайғы бұрсаңыз сояқа бұрылады, дөңгелегі де сояқа бұрылады. Міне осындай өте керемет мод. Міне барлығына да айдауға болады. По-моему, бұларға зат сала алмайсың ба? Сала алады екен достар. Сіздеріне отырып, открыттен шығады, соны салсаңыздар, ішіне бір зат қойсаңыздар болады, мысалы багажник сияқты. Ал онда біз келесі машинаға Toyota MR2 Toyota екен мынау бірақ. Бұнда неше түрлі түсі жоғы деймін. Бұл аққан екен достар, көріп тұрғаныздай осындай машина. Бұған да открыт қылдыруға болады, отырып, тұрсаңыздар айдауға болады. Бұл да өте керемет жасалған мод. Көріп тұрғаныз өте керемет, арты барлығы. Міне артына жазылып тұр Toyota деп. Міне кімге Toyotалар ұнайды, лайк басып кетіңіздер. Және мына жер түрлі екен, клик сияқты. Дөңгелектен қарсаңыздар қандай әдемі жасалған. Төбесін ондай әдемі екен. Toyota AE86 дейді. Бұл да неше түрлі түсте болу керек. Ақ, қызыл, қара жоқ. Осындай бар еді, по-моему. Болды, по-моему, басқа жоқ, басқа жоқ. Ақ, қызыл және мынандай капоты осындай қара. Бұл да әдемі жасалған, көріп тұрғандарыңыздай. Қолымызға қойық қолымызға қазір. Көріп тұрғаныңыздай өте керемет жасалған. Бұл да бір жас қойын, түтін шығаратын жерін қарсаңыздар. Әдемі қытайский көлік па, бір ішін барлығы әдемі жасалған. Дөңгелек барлығы әдемі. Маған бұл машиналардан қатты ұнайтыны қызыл түсі қатты ұнайды. Маған қызыл түсі өте әдемі. Мені отырып, естіп айдауға болады. Біз енді Nissan R32 GTR, Nissan GTR достар. Кімге Nissan GTR ұнайды? Конечно, лайктарыңыз басыңыздар. Nissan GTR любой адамға ұнайды деген ойлаймын, өйткені гонщик өте әдемі. Маған да мысалы Nissan GTR ұнайды. Көріп тұрғаныңыздай Nissan GTR, міне тағы да түстері жоқ па ма? Осы ғана, осындай сұр, қара осындай түстері бар. Гонкаға арналған түстері. Отырған кезде бұлардың есігі ашылады достар, көріп тұрғандарыңыздай. Қайқы бұрсаңыздар рөл жаққа бұрылады, дөңгелегі де сондай өте әдемі жасалған бұл да. Егер біз, по-моему, наларға отырсақ, есік ашылады ма? Тексеріп көрейік. Ашылған жоқ, по-моему, да? Ашылған жоқ. Nissan GTR-де ашылады екен, прикинь. Жаңа көрдік, Nissan қандай? Nissan Select қандай бір бәле. Еманнан білімін көлікті. Бұл да осындай, бір өте керемет екен. Бұның көк, сұр, сосын мынандай, алды сұр, аты фиолетовый, қызылы бар екен. Маған бұның
әрине қызыл ұнайды, маған көк түс ұнайды. Әдемі дөңгелектер сап-сары, арты осындай, короче, нөмірлері бар, бүкіл ішінде жасалған. Бұған отырсақ ешкі ашылмайды екен. Мен өте күшті жасалған бұл модда, короче, ойнасаңыздар болады. Nissan'dan Gold Sledge yolu gördük. Енді Mazda дейді достар, Mazda. Mazda толка осындай ғана деймін, басқа свет жоқ деймін Mazdaдан. Mazdaдан толка, короче, сұр и ақ түсі бар. Бұл да әдемі жасалған, короче, мені көріп тұрғандай дөңгелек барлық бар, әдемі жасалған, арты осындай, короче, өте керемет. Отсаңыздар, есік ашылмайды бақтың, по-моему, да? Есік ашылмайды. Іші бәрі әдемі жасалған. Мына, бұлай кетейік, мына көріп тұрғандай. Сәл бұлай кетейік шынеқа. Болды міне. Көріп тұрғандай, іші бәрі әдемі жасалған. Мен қазір ғана мұнан алдым Mazda. Енді Mazda. Mazda RX-7 болса, мұнау да болып кетеді екен, бірген. Бұның алды не шықпайды. Қызыл, қара, қызыл, сұр, қызыл, қара бар екен. Бұның түсіде. Бұл да өте әдемі жасалған, қараңыздар, симпатичный. Үшін қарсаңыздар, шейбайт қой. Қараңыздар, газ паздары бар, ода тауқы. Газдары тұр, ода тауқы. Мұна модтен күшті ғой. Кені қаламана. Басқа машиналарда тұрды ма сондай газ паздар? Тұрды. Мен байқамаппын. Өте әдемі бұларда, артынан қарсаңыздар, әдемі фарлар, барлар. Короче, дөңгелек, отырса есік ашылмайды бұдан. Бірақ бұл да әдемі. Обязательно есік ашылудың қажеті жоқ. Ал енді мұнандай бір Mazda, бұдан толка қара түсқан екен. Білмеймін не үшін. Бұл да әдемі жасалған, бұл гонщик сияқты тура осындай көріп тұрғандарыңыздай. Міне. Отырып айдауға да болады, бұл да оны қат жүреді кәдімгідей. Так, мына мод деп жазылып тұр. Мына Honda, кім білмейді, Honda деген машина. Толка осындай түрі ғана бар екен оның. Көріп тұрғаныңыздай қара, сұр, ақ и көк. Көк пен сары әдемі екен. Қараңыздар, өте әдемі фарлар қосылып кеткен. Ішін қарсаңыздар, газ бастары бар бұлар, не? Дрифтке оғатса. Байтқат жүретін, көрдіңіздер мұқатыңдей. Дрифт жасайсың ғына мен. Бүйтіп айдайықшы, достар. Короче, бүйтіп айдайықшы бұны. Үйсіп айдасаңыздар, әдемі кететті бұмен. Көрдіңіздер ма, кеттік ал, давайте. Түп қойларды айналып жүресің ғой. Қағыткізіп ше. Көрдіңіздер ма, әдемі жасалған ғой. Мұнау бір осындай бір машина, төбесі ашылуға болады. Бұның бір жақсы қараңыздар. Арты осындай. Ішін көретін болсақ, іші әдемі деймін тоже. Іші де әдемі. Көрдіңіздер ма, қақпырсақ та дөңгелікте сияқты болады, кәдімгі шым сияқты. Қазір. Міне достар, видеоның соңына да жеттік. Енді достар, короче, бұл мод сіздерге ұнаған болса, конечно, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Және каналға кіріп кетіңіздер. Достар, обязательно бұл модтан ссылкасы описаниеде тұрады. Қарап жазып кетіңіздер, ойнауға болады. Өте керемет болды. Сау, саламатты.